Шаштың түсуі. Кімде осындай проблема болса, онда бұл сізге арналған ақпараттар. Шаштың түсуі кейбір әйелдер мен ер адамдардың үлкен мәселесі. Шаш неліктен түседі және шаштың түсу ағзаға қандай дәрумендердің жетіспейтіні туралы айту мүмкін. Сау адам үшін бір күнде шаштың белгілі бір мөлшерінің түсуі қалыпты жағдай. Адамның шашы күніне 100 талшыққа дейін түсуі мүмкін және бұл патология болып саналмайды. Ал егер шаш тым көп түссе, онда оның түсу себебі, яғни ағзада туған не мәселе екенін іздеу керек. Әрбір шаш тері астында шаш фолликуласынан түзіледі. Мұнда шаштың әдемі көрінісіне жауап беретін күрделі биохимиялық процестер жүреді. Дәрумен ағзаға түскеннен кейін фолликулаларға еніп, жаңа сау және әдемі шаштың өсуіне ықпал етеді. Осылайша дәрумендер жасушалардағы қоректік заттардың алмасуына қатысады. Сондықтан олар жетіспесе, шаш сынғыш, түтіккен болып табылады және түседі. Шаштың шамадан тыс түсуі ағзада қандай дәруменнің тапшылығын білдіруі мүмкін. Шаштың жай-күйі С витамин, А, Ф, Е дәрумендер тобының жетіспеушілігі әсер етуі мүмкін. Сонымен қатар шаш биотон, йод және мырыштың жетіспеушілігінен де көп түседі. Егер ағзаға Е және В дәрумендерінің, фолий мен никотин қышқылдарының, сондай-ақ магний, кремний, кальцийді жетіспесе, шаштың өсуі баяулайды. Ал қайызғақ ағзада пиридоксин, В12, АФ шаштың жай-күйін, витамин С, А, Ф, Е дәрумендер тобын жетіспеу әсер етуі мүмкін. Сондай-ақ шаш қатты күйзеліс, дұрыс емес жасалған күтімге және басқа да себептерге байланысты түсуі мүмкін. Қандай дәрумен шаштың қандай күйіне жауапты? Шаштың сұлулығы мен әртүрлі дәрумен микроэлементтер жауап береді. Мысалы, А дәрумені немесе ретинол кератин синтезін белсендіреді. Шашты қалыптастырудың негізгі компоненттерінің бірі. Сонымен қатар ол май өндірісін реттейді. Зақымдалған шашты қалпына келтіруге көмектеседі. Жылтыр береді және жалпы сау етеді. Ол ақсерке, бауыр, жұмыртқа, май, сәбіз, асқабақ, брокколи, тағы басқа өнімдер құрамында бар. Ол денеде жиналады, сондықтан артық болу зиян келтіру және шаштың түсуіне әкелуі мүмкін. Витамин С дәрумені аскорбин қышқылы күшті антиоксиданттардың бірі ретінде белгілі. Ол коллаген өндірісіне, бас терісіне пайдалы әсер етеді. Фолликулардың дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі. Метаболикалық процестерді және капиллялардың тонусын жақсартады. С дәрумені цитрус, ананас, итмұрын, тәтті бұрыш қарақат, ақжелкен, қырыққабат және тағы басқа құрамында бар. Е дәрумені бос радикалдарды деструктивті әсермен күресетін тағы бір күшті антиоксидант. Е дәрумені шаштың түсуін баяулатады, өсуді тездетеді және фолликуларға қоректік заттардың түсу процесін жақсартады. Аш жапырақ, авокадо, бадам жаңғағы дәруменінің жақсы көзі болып табылады. Құрғақ тері мен шаш мәселесін Ф дәруменінің жетіспеушілігін көрсетуі мүмкін. В8 дәрумені жаңа шашты өсуін күшейтуге және бұрыннан бар шаштың түсуін азайтуға қабілетті. Сонымен қатар В8 дәрумені шаштың құрылымына оң әсер етеді. Тіпті ақ шаштың пайда болуын тежеуге көмектеседі. Йод тироксин гормонын қалыптастыру үшін қажет. Жүйке